Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында дәмді әрі оңай лавашты дайындауды үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен картопымызды сыртын ашып, осылай фри жасайтын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай оны бір суға жуып жіберіп, тұзын сеуіп, осылай қызартып алып қуыратын боламыз. Келесте біз жарты пиязымызды осылай қызып тұрған майға қуырып, оның үстінен суда жартылай піскен тауық етін үстінен салып, қызартып қуырамыз. Бұл бізде куриный лаваш. Егер сіздер өздеріңіз ішіне қалаған басқа ет өнімдерін пайдалансаңыздар да болады. Одан соң біз 3-4 чесногымызды осылай майдалап турап, қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң үстінен 4-5 ас қасықта сметана, яғни қаймақ қосып, жақсылап қуырамыз тағы да. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай фриіміз де дайын. Келесі кезекте біз қиярымызды және қызанағымызды салон кетіп турап алатын боламыз. Бұл рецепті сіздерге дайындауға кеңес беремін. Өйткені үй жағдайында өзіңіз қалаған ішінде қоспалармен дәмді етіп, өзіңізде әдемі дайындай аласыз. Мінекей қиярымызды да турап болдық. Келесі кезекте біз қызанағымызды дәл солай турап алатын боламыз. Егер сіздерге арнама ұнап жатқан болса, арнама қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мінекей бізде лавашымыздың ішіне салатын бәрі дайын. Енді орайтын боламыз. Мінекей менде осындай 4 лаваш қамыры дайын. Ең алдымен жаңағы дайындап алған куриный қоспамызды, салмамызды салатын боламыз. Одан соң фриімізді әдемілеп қоямыз. Келесі кезекте бізде қызанақ және де қияр. Кішкене майонез қосып жібердім. Одан соң сәбіз салаты. Онда өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Енді әдемілеп орайтын боламыз. Осылай ең алдымен екі жағын бүгіп аласыздар. Менде осындай томпақ лаваш болды. Және де қызып тұрған табада екі жағын қызартып алатын боламыз. Мінекей біздің лавашымыз дайын. Сіздерге ішін көрсетейін. Өте дәмді әрі сочный болып шықты. Дайындауға кеңес беремін. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, егер сіздерге арнама ұнаған болса, арнама тіркеліп, комментарий және лайк басуды ұмытпаңыздар.